Қайырлы күн баршаларыңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін трайфл десерттің рецептісімен бөлісетін боламын. Өзіңіз жесеңіз де қонақтарыңызға ұсынсаңыз да барлығына ұнайтыны сөзсіз, себебі дәмі тіл үйіретін балмұздақ секілді ауызда еритін болып шығады. Достар, менің инста парақшама тіркеле кетіңіздер. Алдымен бисквитімізді дайындайық. Көп затты қажет етпейтін бисквит. Алдымен жұмыртқамызды, қантымызды және шымшым тұзымызды салып, әппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Миксерлеп болғанша құрғақ өнімдерімізді дайындайық. Ұнымызға какаомызды және жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызға құрғақ өнімді екіге бөліп, лопатканың көмегімен астыдан үстіге араластырамыз. Дайын болған массамызды кез келген формаға салып пісіруге болады. Мен осы жүрекше формам бос болғандықтан осыған пісіретін боламын. Сіз дөңгелек, төртбұрышты әрқалай пісіруге болады. Қызып тұрған пешімізге 170 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Піскен бисквитімізді пышақтың көмегімен жан-жағын кесіп, формадан босатып, торға қойып жақсылап суытып аламыз. Келесі кезекте кремімізді дайындайтын боламыз. Творожный сыр, крем-чиз қоссаңыз болады. Мен көкөніс крем-чизін қостым. Барлығы салқын болуы міндетті. Қант ұнтағын қосам және сливке 33% болуы керек. Барлығын миксерлейміз. Миксерлеген кезде төменгі жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа жаймен көтеріп отырасыз. Өйткені барлығы жан-жағына шашырап кетуі мүмкін. Трайфлдың пропиткасына сүт пен қантты араластырып 1 минут қайнатып алсаңыз дәмді болып шығады. Осылай бисквитке араластырып үгіттеп шығамыз. Мінекей креміміз де дайын болды. Енді бананымызды жұқалап турап шығамыз. Мен осындай пластмасс ыдыстарды қолдандым. Сіз әртүрлі қорапшаларға немесе үйдегі стақандарға жасасаңыз болады. Енді сүтті бойына сіңірген бисквитімізді стакандарға барлығына салып шығамыз. Кремімізді әртүрлі насаткаға қолдансаңыз болады. Мен 1М деген насатканы қолдам. Кондитерлік мешокқа салып, осылай кремімізді жағып шығамыз. Жұқалап туралған банандарымызды қойып шығамыз. Келесі кезекте қалған бисквиттерімізді үстілеріне қойып шығамыз. Қалған кремді осылай оюлап, әдемілеп жап шығамыз. Трайфлдарымызды сәндейік. Мен жетектермен сәндеп шықтым. Шоколадты ертіп құйсаңыз да болады. Әртүрлі қылып сәндеуге болады. Мінекей достар, трайфл десертіміз дайын болды. Тез әрі өте дәмді болып шығатын десерттердің бірі. Дәмі енді ауызда еритін балмұздақ секілді болып шығады. Өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің арнама тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Әсемай. Алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісетін боламын.